Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Үй жағдайында мороженое жасайтын боламыз. Қантсыз керемет мороженое. Бізге керекті заттар 2 банан. Осылай ұсақтап турап аламыз. Бір ыдысымызға пищевой пленка немесе пленка төсеп, осылай бетін жауып 3 сағатқа қалдырдым мен. 3 сағатта морозилькте тұрып шыққан бананды блендерге салып, бір келкі масса болғанша араластырамын. Бізде банан қаймақ тәріздес осылай болып шықты. Морозилькте тұрған 2 құлпынайды осылай салып, кішкене түсін қызғыштау етіп әдемілеп аламын. Дәмі де ерекше болады. Ыдысымызға салып, ал екінші бөлігін салып, 2 шай қасықпенен какао салып, тағы да мороженое тәріздес етіп, блендерменен езіп аламыз. Міне дайын болды. Өте ерекше дәмді болады. Маған осы екінші какао қосылған мороженое қатты ұнады. Үй жағдайында жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Әсіресе балалар сүйіп жейді. Үй жағдайында балаларыңызға мороженое жасап беріп қуантыңыздар. Аз болсын,